Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен бүгін өзіміздің қазақтың аналарымыздың, апаларымыздың кимешегінің қалпағын қалай жасау керек екенін көрсетемін. Міне мына ескез бойынша 61 размерге қалпақ жасаймыз. Мынаның биіктігі 17-18, я 17 сантиметр. 61-ге біз 2 сантиметр қосамыз. Өйткені шашы бар, тағы тігісіне 1 сантиметр кетеді. Қазір осыны осылай тігіп тастаймыз. 1 сантиметр аламыз. Бізде төбесі 61 размер, бірақ біз 2 сантиметр қосқандықтан 63 болады. 63-тің диаметрі бізде 20 сантиметр. 20-ны 2 бөлсеңіз 10. Мына 10 сантиметр өлшеп аламыз радиусын. Соны осы жерден 10 сантиметр бүйтіп алып аласыздар. Сосын оны кесіп, қазір төбесіне тігеміз. Сызықтың кіші диаметрді ішіне салып, бұны сырып тігіп аламыз. Сонда бұл қаттырақ болады. Міне, мына точканы аламыз да, так айналдырып шығамыз. Болды. Дайын. Қатты болып қалды. Енді осыны төбесіне тігеміз. Міне бүйтіп қыстырып алдық 4 жерден. Енді осыны аккуратно бүйтіп тігеміз. Менде специальный машинка жоқ, поэтому осылай тігуге тура келеді. Шетінен бастырып тіге береміз. Кішкене төбесі үстін тартып отырып тігесіздер ғой. Домалағын. Шықты. Енді осыны теріс аударып саламыз. Әдемі болып. Енді қаптаймыз бұны. Мынандай синтепон аламыз. Синтепонды деп қыстырамыз. Сосын боймен бүйтіп қырқалып тастаймыз. Мынау сені дәу болып тұр. Оны бір қабатын алып тастаймыз. Мына жағы қалың, мына жағы не екен. Бір қабатын алып тастайық. Өзі бет жабылады. Болды. Енді осыны сыртын жаңағы ақ матасымен қаптаймыз. Көлденеңнен. Кесемін. Кейбір адамдар білмейді көлденең покосой деген қалай қырқады деп. Покосой деген осы прямой 90 градус болса, ол ортасынан бөлген кезде 45 градус қой. Сол 45 градусқа көлденең кесіп аласыз. Енді мына шапканы сыртын өлшеп аламыз. 68 сантиметр. 8 сантиметр қосылды. Еще биіктігін 20 сантиметр аламыз. 20, значит, 1 сантиметр қосайық үстіне. Кішкене артық болып жатса, кейін кесе саласыздар. Лучше так. Так, енді осыны кесесіздер. 68 сантиметр. 68. 70 қылып аламыз. Болды. Енді бұны тігеміз. И төбесін еще крайт етуіміз керек. Төбесін мына остаток кішкене қалған құтқандардан нетеміз. Бұның диаметрі уже 20 болады.
Бұл бізде 20 болған, өзі и так 20 сантиметрді аламыз. Осыны кесіп алып, қазір анаған тігеміз. Болды. Енді мынаны бүйтіп тігіп тастаймыз бір-біріне. Кимешегіміз тігеміз. Это каждый басын белгілеп қойған дұрыс. Мен осылай белгілеймін. Oldu. Енді мынаны кигіземін. Oldu. Şimdi biz şimdi bunu tartıp tak. Arkasına keltireyim biz böyle. Oldu. Біздің кимешегіміз дайын. Енді ішінен қарып тігіп аламыз. Түбім просто жинай саламын. Өйткені басына қатты кіріп кетпес үшін. Мына жерден қарып тігеміз қолмен. Болды міне. Өстіп леннан тігіледі. Енді мынан қарып. Біз жақта қарып деп сөйлейді. Мен өзім Өскемендікімін. Шығыс Қазақстанның. Бізде қарып тігеді дейді. Мамам менің шебер адам болған. Киіз басты, алаша тоқыды. Тоқыма тоқыды. Бәрін істеді ғой. Сонда сөйтіп қарып тігіңдер дейтін ой салған кезде. Соны қарып деп айтады. Мына жағына шықпайды да, іш жағында қалады. Енді 2 метр мата, 2 метр матаны былай көлденең бүктедім де, деп кесіп тастадым. Қазір одан 4 шақ жасауға. Қазір өзімізден кестаймыз. Үш байлауыш сияқты шығады. Осылардан. Қазір пока біреуін ғана көрсетемін.
мына сетка саламыз. Біз доверие уже жеттік. Енді мына материалға сетканы тігеміз. Соны енді осы материалды мына сеткамен екеуін қабаттап бүйтіп бас жағын қайырамыз да басқа жерін қайырмай сырып тігіп шығамыз. Былай сырып тігіп шығамыз. Міне енді платогымызды жинап қойдық. Әр жерден ұстатып енді шапкамызға бүйтіп кигіземіз. Арқасын табалап. Вот. Видите? Алды. Төбесін ұстатып қойық. Міне енді жаңағы бүктелген жерімізбен әдемілеп ұстатып қояйын. Складка жасап, былай артына әкелеміз. Артына әкеп, осы жерге негізі түйеміз. Енді екінші жағына әкелеміз. Жинадық. Кір болып қалса, қайтадан шешіп алып, қайтадан жинауға болады.